Еліміздегі әр ақылы учаскедегі абонементтер туралы хабардармыз. Ал оны рәсімдеу тәртібі туралы не білеміз? Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Егер сіздің автокөлігіңіз ақылы учаскеге қарасты елді мекенде тіркелген болса, сіз үшін арнайы абонементтер қарастырылған. Олардың мерзімі 365 күн, ал құны небәрі 1000 теңге. Сондай-ақ ендігі абонементті рәсімдеудің екі түрі бар. Онлайн тәртіпте және төлем қабылдау пунктіндегі операторлардың көмегі арқылы. Дәстүрлі әдіс бойынша жеке куәлігіңіз бен автокөліктің техникалық құжатын операторға ұсынып, төлем қабылдау пунктінде немесе клиенттермен жұмыс жасау орталығында өтініш толтыру керек. Төлем жасалғаннан кейін сіздің нөміріңіз базаға енгізіледі. Онлайн тәртіпте рәсімдеу үшін Қазавтожол ұлттық компаниясының 1403 нөміріндегі байланыс орталығына хабарлассаңыз жеткілікті. Жеке куәлігіңіз бен техникалық құжаттағы ақпаратты да алдын ала дайындап қойған абзал. Абонементті алу үшін есте сақтауға қажетті негізгі мәселелер. Бірінші, автокөлік міндетті түрде ақылы жолға қарасты елді мекенде тіркелуі тиіс. Екінші, бір абонемент тек бір ақылы учаскеге тиесілі. Үшінші, абонементтер тек жеңіл көліктерге арналған. Өзекті ақпаратпен таныс болу үшін біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылыңыздар.